Бір күні үлкен орманда музыкалық аспаптар арасында айтыс өтті. Әр аспап өзіне сенімдеді және бәрі ең керемет дыбысты өздері шығарады деп ойлады. Бірінші болып домбыра сөйледі. Мен қазақтың қасиетті аспабымын. Менің қош жегімнен төгілген күйлер жүректі тербетеді. Ұлы батырлар мен дала тарихын жырлайды. Оған қобыз жауап берді. Сен жақсысың, домбыра, бірақ менің үнім терең, сырлы. Менің қылшектерінен шыққан әуен адамды тебірентіп, тіпті жылап жіберуі мүмкін. Мен бабалардың үнімен сөйлеймін. Сонда сыбызғы: Қобыз, сен дұрыс айтасың, бірақ менің үнім самал желдей жұмсақ. Далада еркіндікті сезіндіріп, құстардың әнімен үндеседі. Менің сазымды естігендер табиғаттың тынысын тыңдағандай болады. Бұған жетіген қосылды. Ал мен болсам, жетшегім арқылы алуан түрлі әуен шығаралам. Менің үнім анальдейіндей жылы әрі жұбатарлық. Кенет дауылпаз дүрсілдеп: Менің даусым найзағайдай күшті. Батырлар жорыққа менің үніммен аттанған. Мен күш-қуаттың символымын. Аспаптар ұзақ айтысты, бірақ ешқайсысы жеңімпаз бола алмады. Сол кезде алыстан әнші бала келді. Қымбатты аспаптар, сендердің әрқайсыларың ерекше, әрқайсыңның өз үні бар. Егер бәрің бір-біріңмен жарыспай, бірігіп, бірге әуен орындасаңдар, нағыз сиқырлы музыка туады. Барлық аспаптар әнші баланың сөзін тыңдап, бірге күй тартып, ән салды. Олардың үні бүкіл орманды тербеп, барлық жан-жануарлар сүйсіне тыңдады. Содан бері музыкалық аспаптар айтыспай, керісінше бір-бірін толықтырып, тамаша әуендер орындауды дәстүрге айналдырды.